Армысыздар достар, эфирде Жұлдызда Ақиқат каналы сіздермен бірге Төреғали Көлсайдағы жігіттерді соққыға жыққаны туралы толығырақ айта кетсек. Төреғали Төреәлі Көлсайда жас жігітті соққыға жығып, басы дауға қалған кезі менің толқыным әнінің бейнебаянын түсіру барысында болғанын еске салайық. Алайда әнші жағдай ушықпай тұрып өзі жұдырықтың астына алған Бекарыс есімді жігітпен татуласқанын мәлім еткен еді. Төреш Көлсайда болған оқиғаны қамауда болған күндерін бастан-аяқ баяндап берді. Жасаған нәрсемнің айыбын алып заңға бағындым. Бауыржан Момышұлы атамыздың тәртіпке бағынған құл болмайды деген сөзі бар. Өнер жолы болсын, өмір жолы болсын, бұралған жолдар көп. Бейнебаянда менің толқыным атты жаңа нұсқасын орындалады. Толқынға бейнебаян жасап берейін деген ниет болды. Клипті қалай түсіреміз деп жүрген кезде өзімнің туған Төркінінде Көлсай мен Шырындыны түсіреміз деп шештік. Бір қызық айтайын. Қазақстанда қанша ауыл-аймақ елді мекендерден концерт берсем де Нарынқолға бармаппын. Болған жағдайдан кейгенде уақытша ұстау изоляторында жатырмын. Бұрынғы бабаларымыз жатқан абақтыға ұқсайды. Кеген деген дала, желдің гуілі, иттің үргені естіліп тұр. Сөйтіп толқынға хабарласып, кегенде абақтыда жатырмын. Сен жоқсың, бұл қалай болды десем, толқын, қайын жұртқа барып концерт қоймай жүр едіңіз ғой. Құдай сізге концерттің көкесін беріп жатыр екен ғой деді. Содан не керек? Төреғали Төреәлі ораза айында өнердегі әріптестерімен көпшіліктің басын қосып, жақында ашылған Баракат бургер дәмханасында ауызашар берді. Көптеген әншілер де жиналды. Менің толқыным деп аталған бейнебаян сол жерде жарық көрді. Не үшін кеш шықты деген сұраққа да жауап берді. Клиптің араға 6 ай салып жарыққа шығуының себебін сұраған әнші, оның ешқандай себебі жоқ. Сабақты ине сәтімен деді ғой. Сәті бүгінге түсіп тұр екен. Бірақ клипті арнайы осы күнге сақтап шығармай қойған жоқпыз, деп жауап берді әнші. Достар, сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.